Астана, Қазақстанның елордасы. 2024 жылы қала халқының саны 1,5 миллион адамға жуықтайды. 2024 жылы қала халқының саны 1,5 миллион адамға жуықтайды. Қалада құрылыс қарқындап өсуде. Осы себепті халық санының күрт өсуі Астананың дамуына оң әсерін тигізуі тиіс. Бизнес қарқынды дамуда, қала экономикасы өсуде, жаңа жол қатынастары салынуда, қыста жылы аялдамалар орнатылып, мектептер мен балабақшалар бой көтеруде. Бірақ қаланың даму жоспары дұрыс және тиімді жүзеге асырылып келе ме? Жайлы өмірдің барлық ілеспе факторлары қала инфрақұрылымының өсуіне үлес қоса ала ма? Основная проблема всех городов в Казахстане сейчас является ветхость жилья и износ инженерных сетей. Все мы знаем, что 70% жилья в Казахстане сейчас оно построено в советское время, панельное домостроение. И сейчас они нуждаются в модернизации. И мне кажется, этот вопрос остро стоит, как и инженерные сети проложены в то время. Потому что 70% населения Казахстана проживает именно в таком жилье. И нам нужно находить средства и думать, каким образом мы будем их модернизировать. Отдельным вопросом хаотичности у нас застройки в Астане и в других регионах, нехватка социальных объектов, нерациональное планирование генерального плана является в том, что сейчас мы строим, наверное, новый Казахстан, независимый Казахстан, но по нормам советского периода. Наше законодательство, оно относительно устарело, и мы используем советские методы. Наверное, вы слышали о том, что у нас на левом берегу, в Нуринском и Сельском районе, есть нехватка социальных объектов, школ, детских садов. Астананың қатаң және тез ауысқыш ауа райы негізгі ерекшелігінің бірі ретінде белгілі. Сол себепті қаланың инфрақұрылымын реттеу және ғимараттарды салу жоспарларын жүзеге асыру кезінде аталған факторды есепке алу қажет. Қаладағы нысандардың өзара қашық орналасуы, климат қатаңдығы адамдардың жайлы өмір сүруіне кері әсер тигізуі мүмкін. Аталған факторды есепке ала отырып, қала басшылығы тұрғын үй кешендері мен шағын аудандардың ішінен мектеп пен балабақша сияқты мемлекеттік мекемелерді салуға жер бөлуде. Бірақ кейде жоспар бойынша мемлекеттік балабақша ғана салынуы тиіс жерде ойлағанды жүзеге асыру кезеңінде әлдеқандай себеппен алғашқы құрылыс жоспарында болмаған нысандар пайда болып жатады. Жергілікті атқарушылар, ауданға жауапты адамдар, мамандардың тыңғылықты дайындаған қала аудандарының кешенді құрылысынан шегініп жатады. Жоспардан мұншалықты қиыс кетудің салдарын ойламайды. Мысалы, жауапкершіліксіз салынған құрылыс жолдың тарылуына келіп соғады. Ол өз кезегінде тұрғын үй кешендерінің айналасын қауіпті кеңістікке айналдырады. Жаңағы айтып отырған жекеменшік мектеп пенен жекеменшік балабақша, мына бір зданияны көріп отырсаңыздар, пока салмай отырып, мұны сол шулағаннан кейін барып тұрып, мына зданияны пока тоқтатып отыр шыны керек. Мұның аралығын расчеттамайды. Мен айтып отырмын оларға, да жаңа жол депутатты да шақырғанмын, мынаны қысқартып, мына машиналар жүретіндей қылуымыз керек, ертең бір баланы емес, бір баланы қағып кетуі мүмкін дедім да. Бізге государственный садик салып беріңіздер дегенбіз бұл жерге. А бұлар алды да мына жерге и частный школаны да салып жатыр, и частный садикті да салып жатыр. Садик дейін десең, ана зданияны көріп тұрсыз ба? Биік. Негізі 3 этаждан жоғары болмау керек садиктер. А бұлар совсем биік қылып салып жатыр. И мына бір зданияны бір спортивный клубқа бірдеңе істеп, бұны тоқтатып қойды қазір уақытша. Аты-жөнім Жұманова Зиуар. Өзім алтын алқалы анамын, қоғам белсендісі. Осы мектеп мәселесіменен 2017-тен бастап, осы Астанаға келгелі бері, шыны керек, күресумен болып жүрмін. Мектеп мәселесі бізде өте тапшы. 3 ауысымды болды сол кездері. Бір сыныпта 47-50 бала оқыды. Енді ана болғаннан кейін баланың белсенді өмірге қатысқан, баланың тек қана оқуға барып, ол жерде білім алған былай тұрсын, басқа да бағытпенен жұмыс істеу керек баламен. Мені Қарақат Әбден деген депутаттардың собраниясына қосты. Осы ана міне шырылдап жүріп, мектеп жетпейді, балабақша жетпейді, мынау үйлердің ортасында футбольный поле жоқ деп шырылдап жүрген ана деп қосты сол ортаға. Содан сол жерде бүкіл мәселені көтердім. Балаға қатысты, мынау айналамыздағы мысалы су болсын, үй болсын, жол болсын. Сол жиналыста көтеріп бастағаннан кейін 2000 ата-ананың қолын жинадым, мектеп салып берсін деп. Кейін өзімнің Facebook парақшамда, мен өте белсенді азаматшамын, Facebook парақшаға түсіре бердім. Осы Астана қаласының кемшіліктерін.
мына жерде мынандай мектеп жетіспейді, мына жерде мынандай тротуарды ляп-чап салып кеткен, ол ойылып қалған, ешқайсысы не по стандарту, как попало салып кетті деп, мен сол мәселені көтерумен болдым. Балаларға таңдалған оқу орны үнемі отбасы тұратын ауданда бола бермейді. Сан қилы себептермен түрлі артықшылықтарға байланысты ата-аналар әртүрлі мектептерді таңдайды. Біреулердің жолы болып, үйден мектепке дейінгі жол 10-20 метр ғана болуы мүмкін. Кейбіреулер жеке көлікпен немесе уақыт интервалы ұзақ болатын аудандарға автобуспен баруы мүмкін. Қатаң климатты есепке ала отырып, қала әкімдігі жылы аялдамалар орнатты. Бірақ мұндай аялдамалардың қажеттілігі басқа бір мәселені де ашып отыр. Адамдар өз автобусын ұзақ уақыт күтетіндігінде. Себебі бұл жағдайда күту интервалын азайтатын сол автобустардың санын арттыруда дұрыс болар еді. Және ол жылы аялдамалар барлық жерге бірдей орнатылған деп те айтуға келмейді. Қалалық көлік мәселелері іс жүзінде теріс салдарға әкеп соқтырған жағдайлар қазірдің өзінде тіркелген. Өзімнің 3 балам остановкада қалып қойды қыста. Сол 84-ге қатынап жүрген кезінде үшеуінің аяғын үсік алып кетейін деді. Сабақтың бітуі сағат 7:30-да 8-де бітетін еді. Сонда үйге 9-ға келетін еді кәдімгідей. И то 9:30 сондай уақытқа келеді кешке. Өте арасы алыс. Себебі біздер кешке дейін или сонда болуымыз керек баламызды алып кету үшін. Әлде болмаса біздер бір адамды жіберіп, бір адамға тапсыруымыз керек, чтобы алып келу үшін. Бір автобус жүретін интервал, оның 1,5-2 сағатта жүретін. 60 деген автобус жүретін сол кездер. Сол 60 деген автобус кейде болады, кейде болмай қалатын. Балалардың қолында телефон жоқ, байланысқа шығайын десем, мұғаліміне звондасам, мұғалім уже шығып кетті дейді. Балалар аялдамада тұр, не істерін білмейді. Содан далада тұрып қалған, ол кезде декабрьдің, сол кезде 24-тері еді декабрьдің. Мен кішкентайымды қолыма алам, өзі роддомнан шығып келдім, соны қолыма алдым да, таксиді шақырдым да, содан балаларымды алып келдім. Остановкада жаурап тұр екен. Үшеуін алып келген кезде аяқтары деген енді жаман болып кеткен сол кездер. Анадан восстановление ету өте қиын болды, маған ауыр болды шыны керек. Пока балалар өздеріне келем дегенше, аяқтарын жөнге келтірем дегенше. Есе біраз бір жарты сағат, или болмаса тағы бір сағаттай тұрып қалғанда, аяқтарын кестіртіп тастайтын еді сол кездер. Сонда аяғынан айырылу керек па деймін да, сонда бала. Сол өзінің оқуына бару үшін бала аяғынан айырылған жағдайда кім не істей алады? Неге автобусты қоспайды? Неге мысалға мектеп салмайды? Әрбір кезінде мысалға президенттер айтады, бірақ соның істелініп отырғаны нәтижесі жоқ. Үйді салып кеткенде, ляп-чап салып кеткен. А мектеп мәселесін ешбір адам көтерген жоқ. Сол кезінде мен көтеріп шықтым. Все мы понимаем, что люди в городе они достаточно разные. К примеру, на территории Экспо живет один тип людей, возле Байтерека другой тип. Например, возле Квадрата Евразия другой тип людей. Вот в районе Артема, в районе базаров живет другой тип людей. И мы знаем, что вернокулярность она создается городскими центрами. Куда ходят жители района Байтерек? Там много кафе, ресторанов, есть Кирюен, торговый центр с кинотеатром. Район Жагалау, он ходит в Ханшатыр, либо прилегающие территории. И городские центры формируют культурный уровень, социальный класс населения. К сожалению, у нас в Байконурском районе, в районе Артема, больше ломбардов, микрокредитных организаций, меньше уровень заработка у людей, уличная торговля зимой, там, наверное, по Бугимбае, Валиханова, замечаете, сидят бабушки, люди зимой -40 продолжают торговать чем-то, чтобы жить. И вся проблема в том, что там нет городского центра, который дает рабочие места этим же людям. Хотя в свое время там же по Багимбае находился дом художников, он должен быть, район Джафара, должен был быть максимально культурным. Но, к сожалению, этот район сейчас такой, какой он есть. Поэтому, проектируя город, мы должны задуматься и о социальной составляющей в городских центрах. И вот там бы не хватало каких-то таких объектов. На 920 гектаров была только одна поликлиника. То есть, представьте, какая бы там была бы очередь, если бы просто, люди не обратили внимания, генплан бы сейчас не переделывался. Нехватка социальных объектов там тоже есть. Но сейчас, скорее всего, в ближайшем будущем школы, детские сады будут достраиваться, но по вопросу поликлиники оставался открытым. Осы жылы өзіме қазір нақты кәдімгідей бағыт-бағдарды қойып отырмын. Осы медицина саласын
дұрыстатпағанша мен де тыныштанбаймын деп. Себебі біз ана болғаннан кейін бізге үйдің қасындағы поликлиникаға барған жақсы, айдалаға емес. Үйдің қасындағы поликлиника мысалға тек қана терапевті қарайды, и сосын басқа жаққа жібереді. Глазной бар ма, әлде болмаса там кожа бар ма, мысалға невропатолог болсын. Даже стоматологияның өзінде мысалға мне любойына бар дейді да, бірақ любойына да мысалы бара алмайсың. Тек қана направлениемен барасың. Өте қиын жағдай болып тұр ата-аналарға. Медосмотрдан өту үшін айдалаға сандырақтаймыз. Сестраның қызы ауырды, сол кезде больницаға бару үшін қай больница екен, инфекционный, анау қаланың сыртындағы неде Карагандинстрасының ар жағында, оған тіпті автобус бар ма жоқ па өзім білмеймін не екен, қандай екен. Но бірақ машинамен бардық, сол кезде то ли сен жаңағы объездной жолмен айналып барасың, қанша километр, 60 километрмен жүріп барасың, или болмаса қаланың ішімен барасың. Мен осы левірек жағын айтасың да енді. Сонда өткеніміз. Сонда пробкамен жету үшін жаңағы инфекционный больницаға где-то мен саған айтайын ба, 1,5 сағат жүріп бардық қой. 1,5 сағат қаланың ішімен. Сондай өте алыс. Может, сол больницаның инфекционныйды жақын жерге неужели бір ыңғайлы халыққа етіп салуға болмайды. Садикке апару, мектепке апару, или мысалы торговый домдарға барасың, или бір қыдыратын орындарға барасың, или больницаға барасың, жұмысыңа барасың. Көп сондай аралар бізде енді қашық алыста енді шынына келген кезде. Если квартирант болсаң, сол жерге жақын маңай, өзіңе керек жерден жақын маңайдан квартира тұрасың. Ал енді сен өзің үйің, например, ұлы далада болса үйің, сен енді жаңағындай травмпункт, больницаға бару үшін Абылайханаға баратын болсаң, енді екі ортада жету дейтін енді пробка уақытында. Ясын дела ғой, сіз енді пробка азанда барған кезде міндетті түрде пробка запись. Обедте барасыз, міндетті түрде пробка, қайтатын кезде міндетті түрде пробка. Өте алыста, қолайсыз. Автобуспен жүру, былайша айтқан кезде невозможно. Мен оны қарапайым халықтың тарапынан айтып отырмын да, енді машинамен жүретіндерге сол жаңағы пробка мәселесі қиын. Менің есімім Мұратбай Сұлтан, жасым 25-те. 2007 жылы Қызылорда облысынан Астанаға көшіп келдім. Қазір уже 18 жылдан асты Астанада тұратыныма. Машина айдап жатқаныма примерно бір 18 жасымыз есептегенде 7 жылдан асыпты уже. Сонда көп қалада байқайтын мәселелер. Мысалға, Көктал ауданында, Көктал районында біздің Шұғыла дейтін көшелер бар, Әулиеата көп көшелер бар. Ол жерде жилой комплекстерде орналасқан, жаңағыдай жер үйлерде орналасқан. Сонда жилой комплекстерде көп тапшы мәселе. Ол жақта шынын айтқан кезде ТЭЦ жұмыс жасамайды, ТЭЦ-қа қосылмаған. Ол жақта тек қана газ автономный режимде жұмыс жасайды. Сонда бір күні жылу болмай қалады, то ли бір күні жаңағыдай бір нәрсесі дұрыс болмай қалады, или жаңағыдай жылуды дұрыс бермейді. Өзінің градусы болады екен, 80 градус, 90 градус ұстау керек екен негізі градусты. Но ол кісілер газды экономить ету үшін 50 градуста 40 градус ұстайды. Сонда кейбір кезде тоңып қалатын моменттер болады. Ол кісілердің сөйлесіп таныстарым тұрады, ол жерде госпрограммамен берілген үйлер. В некоторых местах есть сгустки социального жилья. В основном, когда социальное жилье строится в одном месте, без какого-то микса с другим категориям граждан, там образуются маргинальные районы. Это вот произошло на территории Жигалов. По данным прошлого года, большее количество правонарушений прошло именно в том сгустке, где построено максимальное количество социального жилья. Много городских проблем, связанных с либо отсутствием правильного законодательства, правильного механизма, либо халатности людей, принимающих решения. Соңғы жылдары қаладағы ретсіз және жаппай тұрғын үй салу салдарынан электрмен қамтамасыз ету және жылу берудің үзіліп қалу салдары белең алған. Жоғарыда айтылған мәселелер тек сол жағалау тұрғындарын ғана емес, сондай-ақ қаланың шеткі аудандарында тұратын халық көп шоғырланған әлеуметтік бағдарламамен салынған тұрғын үйлердің тұрғындарын да қамтып отыр. Ретсіз салынған құрылыс басқа да көптеген мәселелердің туындауына себеп болып отыр. Жеке автокөлік саны күн санап қосылып келе, жолдар кеңейіп, салдарынан жаяу жүргінші жолағы ұзара түсуде. Бұған бағдаршамда тоқтау ұзақтығы да қосылып, осының барлығынан кептеліс саны артуда. Бұған мысал ретінде Шарль де Голль және Күйші-Дина көшелерінің қиылысын айтуға болады. Шарль де Голль, он уходит дальше в улицу Күйші-Дина, но с двумя перекрестками. Там находится KFC, знаете, наверное, тот район. По логике вещей, Шарль де Голль должен был переходить плавно в Күйші-Дина одним перекрестком. Но из-за того, что земля была хаотично, наверное, выкуплена, либо изначально градостроительная была ошибка, там ежедневно люди теряют человека часы. Почему? Потому что вместо одного светофора мы видим 2 светофора, вместо 4 пешеходных переходов мы видим 6.
Почему? Потому что один раз принятая неправильная градостроительная ошибка привела к тому, что каждый раз люди ждут больше светофоров, каждый раз машина проезжает, ждет 2 светофора, чтобы проехать прямо. Ну и как бы, учитывая плотность населения, сколько там людей живет, сколько часов теряет то население, которое просто проходит через этот перекресток. Вопрос градостроительный, но люди не замечают этого, ежедневно с ним сталкиваются. Но ладно для людей, которые там живут, но люди с повышенными потребностями, которые передвигаются на колясках, им достаточно увеличили путь, которым они подвергаются большей опасности, передвигаясь там. Мына элементарный тротуардың өзінен мысалы не только ерекше жан, даже коляскамен жүретін балалар бар, мысалы мына құндақты балалар бар ғой, солардың өздері мынандай неден мініп түсу керек қой, сол жасалмаған. Тек қана өзімнің жаңағы бір основной бір жүретіннен істеттім ол жерді, бірақ басқа жерлерде жасалмаған. Негізі ерекше жанның мынау сол жаңа сіз айтқандай пандосы болсын, басқасы болсын, мүлдем қарастырылмаған. Мысалы, қазір өздеріңіз кадрда көріп тұрған ауданда әлеуметтік инфрақұрылым жоқ. Жақын орналасқан мектеп, балабақша, емханалар жоқ. Бұл өз кезегінде осы ауданда тұратын отбасыларға, әсіресе балалары және қарт адамдар бар жанұяларға көптеген ыңғайсыздықтар туындатады. Ауданда бос уақыт өткізетін, демалатын, қоғамдық орындардың, саябақтар мен алаңдардың болмауы, тұрғындарды таза ауада серуендеп уақыт өткізу, спортпен айналысу және жұмыс күні аяқталған соң серуендеу қуанышынан айырады. Осы себептерден мұндай жерлерде тұратын адамдарда эмоционалды кернеу пайда болады. Бұл аудандардың адамдарына жай ғана саябаққа бару күнделікті демалу емес, алдын ала дайындалуды қажет ететін отбасылық іс-шараға айналады. Кешенді құрылыстың негіздеріне осыншама салғырт қарау мүлде болмауы тиіс. Я не социолог, но могу судить с архитектурной точки зрения. Если бы у людей по прописке либо по месту проживания в шаговой доступности действительно спрашивали перед тем, как садить деревья, там, менять брусчатку, что им действительно нужно, это же все равно делается на деньги налогоплательщиков, и делали бы эскиз до этого, утверждался бы жителями. Когда мы покупаем одежду, мы же утверждаем цвет, текстуру, функцию этой одежды. А выходя на улицу, мы хотим, чтобы то, что мы действительно хотим. Может, мы хотим во дворе не ту брусчатку, а другую брусчатку. Возможно, мы хотим больше озеленения хвои, меньше лиственницы. Возможно, мы хотим больше навесов, меньше мафов. Возможно, у нас детей мало проживает в доме и хотим больше тихих зон. Либо детей много, мы хотим больше игровых площадок. Каких игровых площадок, правильно? И вот все вопросы. Новое здание Макдональдса, либо мы хотим дворец школьников возле дома. Все равно как бы это строится либо на государственное, либо на частное. Если дворец школьников, он тоже может быть частным, тоже может приносить деньги. Социальный опрос в шаговой доступности. Если этот вопрос законодательно решится, это сняло бы напряжение с населения, гораздо большее напряжение, потому что оно бы решило бы больше проблем. К примеру, есть у панельного домостроения, которое на правом берегу, людей это проблема с тем, что протекают крыши, проблема с канализацией, прочистка нужна, замена там, установка пандусов, либо замена пластиковых окон, изменение цвета фасада. Да 1000 решений, которые можно было бы за счет механизмов финансирования государства решить, помочь и не допустить недовольства населения до того, как это недовольство появляется. Ведь соцопрос лучше, наверное, митингов и выступлений. Я прямо уверен. Пәтер сатып алғанда адамдар өз үйлерін жабдықтайды, балалы болады, әлеуметтік өмір басталады. Балаларды балабақшалар мен мектептерге беруді жоспарлайды, ауруханалар іздейді, жұмысқа, сауда үйлеріне, супермаркеттерге және демалыс орындарына жету бағыттарын жасайды. Тұрғындар үшін білім беру және денсаулық сақтау мекемелері, көлік инфрақұрылымы, негізгі қажеттіліктерді қамтамасыз ететін тауарлар мен қызметтер, қоғамдық кеңістіктер қол жетімді қашықтықта орналасқан болуы керек. Аялдамадан үйге дейінгі жол жарықтандырылған, құрғақ және қауіпсіз болуы тиіс. Қалаларды тұрғын үй іздеп жүрген адамдармен тезірек қоныстандыру деген бір ғана сұрақты басшылық қала отырып, көп қабатты адам үйлеуінің біртұтас кварталдарын ойланбай сала беру дұрыс емес. Ыңғайлы орта мен ойластырылған жоспарлау қаланың тегіс дамуына ықпал етеді, жаңа инвестициялар тартады және қала экономикасына жағымды әсер етеді. Бұл әрбір жеке адамның өмірін жайлы әрі жай ғана жақсырақ етеді.